Хабар ұсынады. Астана телефильм. Хабар акционерлік қоғамы Астана телефильм жауапкершілік шектеулі серіктестігі компаниясымен бірігіп түсірген «Жігіттер хикаясы». Басты рөлдерде Жан Байжанбаев, Азамат Шарғынов, Вячеслав Балашов, Асылбек Қапаев, сценарийін жазған Лейла Ақынжанова, қоюшы режиссері Айбек Дайырбеков, қоюшы операторы Самат Шәріпов, қоюшы суретшісі Антон Якушевский. Өмірдеген қасқарым болсын ашық аспаның, аман болшы достарым. Жігіттер хикаясы 5-ші бөлім. Баласы үшін алаңдап Диана таңға дейін көзілмеді. Ал Талғат пен Леха Тимурды іздеуге шығады. Жамиля Дианамен танысып, Айдардың әйелі Ләззатқа күдікті ойын жеткізеді. Оның ойынша Тимур сабырдан тумаған. Мұрат Айбасов сабырдың палатасына жасырын кіріп, қызы еркеге айып тақпауды өтінеді. Сабыр қызды кінәламайтынын айтады. Сөйтіп Айбасов одан қолхат алады. Бейтаныс жерде Тимур жардан құлап жарақат алады. Талғат пен Леха оны түн ортасында тауып алады. Достар Тимурға әкесін танитындарын білдіріп қояды. Алайда жол жөнекей жігіт есінен танады. Мә, жейдеңді кей. Талғат аға қараңызшы, түгел қан болды. Түсінікті, мінекей, кей, тездет. Тездет. Маман келе жатыр. Көмектесейін бе? Жоқ, өзім кем, жарайды. Ол ештеңе байқамайды ғой деп ойлайсыз ба? Ештеңе байқатпағанымыз дұрыс болар. Қысқасы, жоспар мынадай. Дастархан басында тамақтанып отырасың. Мамаң күдіктеніп қалмас үшін күлімдеп отыр. Мәскеуде үнемі төбелесетінмін. Мамамды талай жындандырған ем. Бетіңмен қолыңа жара түспейтіндей төбелесуді үйретем. Әйелдерге біздің бастан кешкендерімізді білу қажет емес. Нәзік жандар емес пе? Сондықтан оларды аялауымыз керек. Дайынсың ба? Дайынмын. Жүр, көмектесейін. Қазір. Ал, барайық. Абайла. Жүр, кеттік, стөлге жақын отырайық. Қане, шыда. Жарайсың. Сабыр сақта, Диана, бәрі дұрыс. Қазір балаңмен кезігесің. Оның аман сау қайтқанына сенбеймін. Төбелеспесе жүрмейтін бала. Жарайсың. Сонда сеніңше мен сені алдап ертіп келіп, балаңның мәйітін көрсетеді ғой деймісің сонда? Леша, олай дей көрме. Өзің соған келдіріп отырсың ғой. Оны түн ортасында автобус тұрағынан тауып алдық. Алысқа кетіп қалыпты, шарынға барыпты. Үйге алып келдік те төсек салып бердік. Неге мұнда келдіңдер? Айдардың үйінде екенімді білесіңдер ғой. Түсінбейтін несі бар? Таңға жуық келдік. Сені ұйықтап жатқан болар деп ойладық. Жол жөнекей тамақтандық. Әбден шаршап қалыппыз. Сені мазалағымыз келмеді. Сосын телефондарымыз сөніп қалды. Үшеуіңдікі де сөніп қалды ма? Не болып қалды, Диана? Үйге барайық, балаңды көресің, Тимур ересек бала ғой. Сендердің менен жасырғандарың бар сірә. Осындай мамалар қайдан шығады екен? Екінші палатадағы Қызылбаевқа МРТ жасау керек. Жақсы. Айтпақшы, Ая, түнде маған бір баланы алып келген еді ғой. Есімі Тимур, есінде ме? Есімде. Оны стационарға жатқызу керек еді, ал біз үйіне қайтарып жібердік. Қысқасы, ол туралы ешкім білмесін. Әрине. Оның мұнда келгенін мүлдем ұмыт, жақсы ма? Түсіндім, Айдар Букеевич. Ол кім?
Ол Сабыр Қадыржановтың баласы, ал Сабыр жан досым, түсінікті ме? Тимурды әкесі сияқты мықты бала, әкесі мен шешесіне жарақат алғанын білдіргісі келмейді. Әсіресе қазір Сабырды алаңдатуға мүлдем болмайды. Бәрі түсінікті. Жақсы. Тимур, балам, қалайсың? Мама, бәрі дұрыс. Не болып қалды? Мамаңмен осылай сөйлеседі екенсің ғой. Оның қалай? Тима, қорқыттың ғой мені. Мінекей, Диана, аман сау, сен болсаң маған сенбебең. Таңға асқа үлгеріп келдіңдер. Қазір сендерге ет қосылған жұмыртқа пісіріп берем. Қазір. Талғат, маған бер. Сонда мен қол қысырып отырамын ба? Құймақ пісіріп берейін бе? Қане, орныңа отыр. Бұл менің үйім, демек мен пісірем. Ал мен құймақтан бас тартпасам. Леха, болды, үнімді өшірдім. Тимур, кішкентай оңбаған жүгірмек. Бұл не істеген? Сен уайымдап түнімен көзілмедім ғой. Мама, ер жеттім ғой. Маған қашан еркіндік бересің? Құрбысының үйінде қонып қалса да саған хабарлау керек пе? Мамасы. Тимур, демек әлгі ғаламторда танысқан қызға бола түнімен жоғалып кеттің бе? Мінекей, Талғат мейрамханасы ас ұсынады. Тамаша. Өз ыдысымды алып, компьютерге барайын, жақсы ма? Жарайды, бара бер. Тимур, сенің кесіріңнен жігіттер түнімен ұйықтаған жоқ. Оларға рахмет айттың ба? Әрине. Енді бұндай қылық жасаушы болма. Мама. Не? Не болды саған? Диана, жігіттің мазасын алма, тамағын жеп алсын. Тілімді тістеп алдым. Аузыма тамақ сала бергенімді аяғымнан ұрып жібердім ғой. Қане көрсет. Қане, іске көшейік. Әйтпесе балабақшада отырғандай болдым ғой тіпті. Болды. Не? Түсінбедім. Қысқасы, Диана, былай. Кеше Леха екеуміз... Жоқ, олай емес. Балаң сенімен сөйлеспекші. Айта ғой, достым. Иә, мама. Әкем туралы бәрін білем. Не? Ол бәрін біледі. Қысқасы, екеуің оңаша сөйлесулерің керек. Леха, кеттік. Талғат, мына оңбағанның не істеп жатқанын қарашы. Қара, не жазған, а? Міне, бұл Сабыр жатқан ауруханада бізбен жолыққан еркек емес пе? Сонымен ол не жазыпты? Басын жұлып алайын ба? Папа, Оу, шырын ішесің бе? әрине. Папа, интернетті қайтарамын деп едің ғой? Әлі ерте. Сені пәледен құтқарып қалғаныммен, іс әлі аяқталған жоқ. Папа, бүйте берсем, жынданып кететін шығармын. Рахмет. Кедергі жасама, қызым. Әкең баспасөз мәжілісіне дайындалып жатыр. 1 сағаттан кейін Мұрат Айбасов тілшілерімен кездесіп, боксшыға қатысты оқиғаны өзіне қолайлы жолмен аяқтайды. Болды. Мені соттай ма? Мен айыптымын ғой. Сені ме? Менің қызымды ма? Жетібаевтың болашақ келіні ме? Айтпақшы, қызым. Бізді Жетібаевтар мейрамханаларының ашылуына шақырды. Солай. Сондықтан күйеу жігітпен кездесуге дайындала бер. Папа,
әлгі Бақа Жетібаевқа қатысты менің пікірімді тыңдамайсыңдар ма? Сен ересек қызсың, бұл шешіліп қойған мәселе. Папа, оған тұрмысқа шыққым келмейді. Сонда кімге шықпақсың? Ғаламторға ма? Баспасөз арқылы сенің жол апатына қатысың жоқтығын жариялағанымша, үйден аттап шығушы болма. Ешкіммен кездеспе. Сөйлеспе, осы қорққанымызда жетер. Айтпақшы, ертең Жетібаевтардың үйіне барамыз, болды. Леша, Талғат қайда кетті? Интернетте не жазылыпты? Өңі қашып кетті ғой. Жай әншейін. Сосын айтып берем. Жарайды, сендер сөйлесіп алыңдар. Ал мен аулада күте тұрайын. Балам, құлағым сенде. Жоқ, мама. Қайта сен айт. Неге маған әкең қайтыс болған деп келдің, а? Бұл кәдімгі оқиға. Біз кездесіп жүрдік. Бір-бірімізді шын сүйдік. Аяқ асты түсініспестік болып, айырылысып кеттік. Мен Мәскеуге кеттім. Енді мұнда келмеспін деп ойлағам. Кеткенімде аяғым ауыр еді. Басқа айтарым жоқ. Алайда біз қатты қиналдық емес пе? Аш отырған кездеріміз де болған. Неге оған мен жайлы айтып бермедің? Бәлкім бізге көмектесер ме еді? Неге? Айтып отырмын ғой, біз ренжісіп айырылыстық. Ештеңе жасырмай толық айт. Бәрін басынан айт. Мектеп кезінен бастап айт. Сендер бір ансамбльде ән айтушы едіңдер ғой? Шынымен бәрін білгің келе ме? Иә. Тыңдаудан жалықпайсың ба? Жалықпайым. Өте жақсы. Ол кезде қайта құру заманы басталған. Бәрі өзгеріп жатты. Біз рокты жақсы көрушек. Мен ән шырқаушым. 5 жігіт аспаптарда ойнайтын Қайрат, Талғат, Айдар, Леха. Достығымыз сондай берік еді. Бір-бірімізбен жақсы араласушы едік. Керемет еді бәрі. Байқадым. Қазірдің өзіне достықтары берік көрінеді. Леха, Талғат және Ләззат тәтенің күйеуі Айдар. Иә. Иә. Сабыр ауруханада. Ал Қайрат қайда? Ол қайда? Ол қаза болған. Бір күні бәріміз автобуспен байқауға бара жаттық. Жол апатына ұшырадық. Ал Қайрат мені құтқарам деп өзі қаза болды. Өзі сондай көңілді жігіт еді, өлең жазатын. Ары қарай не болды? Не болушы еді? Сосын мектепті бітірген соң жігіттермен кездеспедік. Ал Сабыр мені тауып алды. Университеттің бірінші курсында кездесіп жүргенбіз. Достарымыз біздің ара қатынасымыз жайлы білмеуші еді. Сонда неге айырылыстыңдар? Қайраттың Альфия деген әпкесі болатын. Ағасы қайтыс болған соң ол мені жек көріп кетті. Қысқасы, сол қыз маған жала жапты. Ал Сабыр арыма тиетін сөздер айтты. Сол үшін бір жола кетейін деп ойладым. Ешкімге ештеңе деместен Мәскеуге кетіп қалдым. Мұрат Айбасовқа тиіскен адам 100 рет өкінет демеп. Қысқасы, мен бәрін шештім.
тілшілерге сұхбат беру керек. Әйтпесе бәрі маған жала жаба бастады. Айбасовтың қызы кісі өлтіре жаздады. Қызның сол қылығынан кейін әкесі сондай лауазымда отыруға құқылы ма деп айттады. Сенесің бе? Бұлары сұмдық қой. 15 минуттан кейін баспасөз мәжілісім бар. Жарайды. Баспасөз ше? Келіп қойды ма? Қай арна? Әділ сот арнасы. Ондай арнаны алғаш естуім, білетін боласыз. Сонымен, сендер кімсіңдер? Мен боксшы, Сабыр Қадыржановтың досымын. Қызыңыздың амандығын ойлап, өз өмірін құрбан ете жаздаған адамның жан досымын. Сол апатқа айыпты сіздің қызыңыз емес пе? Тағы не дейсің? Ғаламторға Сабыр өлерде мас болған деген мақаланы қалай жарияладыңыз? Ол спортшы, ішімдікті татып алмайды. Бәрі жалған. Әрине. Ал мына құжатта сіздің досыңыз мас күйінде рульге отырғанын мойындап, қызыма еш шағымы жоғын растаған. Тіпті менен кешірім де сұрады. Міне, өзі қол қойған құжат. Міне, көріп тұрсыз ғой, өтірік айтасың. Қолыңды тарт. Екінің бірі. Бұл жалған құжат. Немесе сен Сабырды алдап соқтың. Қалай болғанда да дәл қазір шығасың да, жалған ақпарат таратқаныңды хабарлайтын боласың. Әйтпесе. Не істейсің әйтпесе? Сенің есің дұрыс па? Менің кім екенімді білесің бе? Білесің бе деймін. Сезіп тұрмын. Сен оңбағансың. Сабыр қызыңды құтқарды. Ал сен оны даттап жатырсың. Мұныңды текке жібермеймін. Баспасөз мәжілісін өткізейін. Сосын ісім сенімен болсын. Балам, сенің алдыңда айыптымын. Өте. Ал Қайраттың қарындасы сені неге жек көріп кетті? Оның ойынша Қайрат сенің кесірінен қаза болды ма? Әбден мүмкін. Енді не істеймін? Сабырға кіріп барып, сәлем папа деймін бе? Қалай ойлайсың? Балам, әкеңмен кездескің келе ме? Ашығын айтсам, маған бәрібір. Бала кезінде әкем болғанын армандаушы ем. Мені қамқорлығына алып, балмыздық әперіп жүргенін қалайтынмын. Ал қазір оның не қажеті бар? Ашығын айтсам, мына сөзің жаныма батады. Балам, мұнда сені әкеңмен таныстыру үшін келіп ем. Мама, өзіңе ол адам қажет пе өзі? Білесің бе, уақыт емші екен. Екеуміз жалғыз қалғанда қатты қиналғаным рас. Бірақ одан бері 20 жыл өтті ғой. Қаншама уақыт. Жарайды, мама. Бас тартып тұрғаным жоқ қой. Танысып келуге қарсы емеспін. Одан да маған сол адам туралы айтып берші. Әкең ізгі адам, күшті, әрі адал жан. Ондай адамдармен бұрын кездеспеген ем. Бірақ кеше оны көргенімде қатты жаным ашыды. Ал ол ше? Ол мен туралы естігенде не деді? Еркек адам ұлды болуды армандайды емес пе? Қазір оның өмірі өзгеріп шыға келді ғой.
Енді ол үшін сенен артық ештеңе жоқ. Мәссаған. Балам, әкең мен оның достарының жанында сен көп нәрсеге үйренесің. Олар ғажап адамдар. Мен де солай ойлаймын. Айдар, балам бүгін келеді дегенің қайда? Енді қашан келеді? Қашан? Қазір. Тек сен алаңдама. Саған алаңдауға болмайды. Жоқ, ол неге келмегенін айтшы. Неге келмеді? Диана келді, ал балам әлі келген жоқ. Әлде ол менімен кездескісі жоқ па? Оны қайдан шығардың? Бәлкім, балам жоқ шығар. Мені тез емделсін деп ойдан шығарған шығарсыңдар. Аяққа тұрсын дегендерің бе? Дәл таптың ба? Не үндемей қалдың? Сабыр. Есіңде болса, балаң жайлы саған айтқан мен емес, Диана. Араларында не болғанын қайдан білейін. Бірақ балаң бары рас. Оның есімі Тимур. Бүгін кешірек келуге тиіс. Ол кімге ұқсайды? Өзіңнен ауымайды. Денелі, мықты, қырсық, жүзі ашық, жұдырығы да үлкен. Өз балаң екені көрініп бақтыр. Міне Тима, жол апаты осы жерде болған. 1988 жылы. Ол автобуста Талғат, Айдар, Сабыр, Қайрат пен мамаң бәріміз отырғанбыз. Мектеп ансамблін құрғанбыз, музыкалық тобымыз болған. Сол жол апатында Қайрат қаза болды. Оның жасы 13-те еді. Жүргізуші отырмай жатып, автобус орнынан жылжып кетті. Сол сәтте Қайрат маған қауіп төнгенін көріп, мені итерді, өзі құлады. Сонда мамам әнші ме еді? Сіз ше? Мен бе? Мен бас гитарада ойнадым, Айдар клавишада. Сабыр соло гитарада. Қайрат трубада, а Леха барабан соғатын.
Диана ән шырқайтын. Дауысы қандай керемет еді. Естіген адамның жүрегі елжірейтін. Нәзік дауысты періштенің өзі. Сондай керемет дауыс еді. Қайрат мәтінді өзі жазатын, дарынды жігіт болатын. Өте дарынды. Ол кездері Ху, Нирвана, Лед Зеппелин сияқты әуенді жақсы салушы ек. Ал отандық роктан есімде Киншев, Цой, өзімізде тамаша әндер шығаратынбыз. Қайрат сондай ғажап әндер жазушы еді. Соңғысы түнде күн ғой деген өлең болатын. Қайрат қайтыс болған соң тобымыз тарап кетті. Бірақ достығымыз ажырамады. Біздің бастан кешпегеніміз жоқ. Айбасов мырза, бәрі сізден боксшы Сабыр Қадыржанов туралы хабар күтіп жүр. Зал толды. Өзіңіз жүре аласыз ба? Залда жиналысын, басқа жерде жиналысын, бәрібір емес пе? Өзі өлер демас қой. Тезірек түсір бала. Жағыз қызым үшін кез келген адамның быт-шытын шығарам. Айбасов мырза, сіз баспасөз мәжілісіне өлерде мас боп келгеніңізді түсініп тұрсыз ба? Сіз массыз ғой. Кім мас? Мен бе мас? Кейде ішетінім рас, бірақ мас күйімде рөлге отырып көрмеппін. Ғаламторға қызым кінәлі емес деген мақала жариялапсыз ғой. Өзің кімсің? Мен Айбасовпын. Айбасовтың көзін құртатын адам әлі туған жоқ. Бұл апатта кім кінәлі екенін қайтесіз? Ешкім Айбасовтың тағын тартып ала алмайды. Түсінікті ме? Міне сендерге, мә түсір. Бұл тез қолға бар. Айбасов өлерде мас келіпті. Бұл нағыз сенсация болады. Атақты боксшы рөлге өлерде мас күйінде отырған деп айтыпсыз. Кім мас? Ол спортсмен аузына да алмайды. Оны алдап құжатқа қол қойдыртқам. Мен. Яғни Сабыр Қадыржановты алдап құжатқа қол қойдыртып алдың ба? Дәл солай. Оны алдап соқтым. Бірақ ешкімге айтпа. Менің өз әдісім бар, өзім. Талғат, мазалағаным үшін кешір. Дегенмен, сендерге бөтен емеспін ғой. Сабырдың қалын білейін деп ем. Диана мен баласының Сабырмен кездесуі қалай өтті? Бәрі дұрыс. Дағдар шағына жеткен жігіттер жиі алданады. Бар өмірі әлі алда сияқты көрінеді. Бірақ шын мәнінде аяқ асты бәрі де өзгереді. Аяқ асты? Айтайын дегенім, мысалы, Сабыр аяқ асты жол апатына ұшырады. Жанына жақын әйелде келе қалды. Баласымен табысты. Енді солар үшін сауығуға ұмтылады. Ал біз жалғыз басты адамдармыз. Аяқ асты бірдеңе бола қалса, кім үшін жанын таласамыз? Біздің не қатысымыз бар? Жай айтқаным ғой. Аяқ асты саған бірдеңе бола қалса, маған сенуіңе болады. Ондай халге ұшырағанмын. 3 жыл бұрын. Дағдарысқа ұшырап, ісім оңға баспай, қарызға батқаным есінде. Тағы бастадың ба? Сол кезде қайда жүрдің? Ести салып, төркініңе тайып тұрдың да, бір аптаның ішінде ажырасып кеткенсің. Сен ақшаға бола тастап кетті деймісің? Ол соңғы тамшы болған. Сен жұмыстан бас көтермей жүрдің. Тіпті кездесуден де қалғанбыз, Талғат. Күйеуімнің жанымда жүрмегеніне күйзелетінмін. Мәңгі солай болатын, бірақ қарызға батқанымды естігенде тайып тұрғансың. Сонымен не айтасың, Талғат? Қателеспейтін адам болмайды. Маған тағы бір мүмкіндік берші. Жәмиля, тағы бастадың ба? Жақсы.
Мен құбыжықпын, келсем. Ал Дианаларың өмір бойы сабырда алдап жүрген. Баласы барын жасырып келді. Сонда ол періште ме? Жарайсың. Диана бөлек әңгіме. Бәрі керісінше болған. Сабыр даңққа қол жеткізген сәтте, ол баласын жалғыз өз асыраған. Жоқшылықта жүріп, әйтеуір жеткізді. Сабыр жол апатына ұшырағанын естіп, жетіп келді. Демек, Диана ерекше екен ғой. Оған мектепте оқып жүргенде ғашық болғаныңа анық көзім жетеді. Анық. Әлі күнге дейін жақсы көремісің, а? Бәрін айтып болдың ба? Болды ғой. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Айдар Букевичке келдік. Ол қазір келеді. Жақсы. Келдіңдер ме, тамаша? Білесің бе, Диана, алдымен Сабыр сенімен оңаша сөйлессем бе деп еді. Оны Тимамен кездесуге дайындап ал біз кешірек кірейік. Сәл кешірек. Жақсы, Айдар. Осылай дұрыс боларын өзімде ойлап ем. Сен қалайсың? Рахмет, Айдарға. Шыдаймын. Байқадым. Жараңды қайта таңу керек. Жүре ғой. Өзің жүре аласың ба? Ах, сен бе. Саған көбірек демалу керек. Көп жүріп қойыпсың. Қанақ-қанан бөлек, еті ісіп кетіпті. Ауырғанды басатын дәрі ектік. Бірақ олай болмайды. Гүлнара, қайта таңу керек. Мәс саған, тамаша. Мамам түк байқамады. 19 жылда алғаш рет ештеңе байқамады. Көп жүрмеуге тырыс. Аяғыңа күш салма. Жаныңа батып тұрғанын байқадым. Көзіңнің қарашығы кішірейіп қалыпты. Сырттай түк білінбегенмен. Мұндай жараларға үйренгем. Дегенмен әкеңнен аумайды екенсің. Ол шынымен атақты ма? Сабыр бокс жұлдызы. Бірақ басты сол емес. Темірден жасалғандай түсінесің бе? Адал, ашық, сондай сыпайы жігіт. Кез келген адам бейтаныс қызға бола өз өмірін қауіпке тікпейді. Соны біліп жүр. Бәрі бітті. Ерке, өмірім босқа кетті. Сұмдық деп осын айтады. Сұмдық. Папа, енді не істейміз? Мені жұмыстан шығарды. Қорқамын. Масқарам әбден шықты. Әлгі тілшілері мені масайтып алып, оларды балағаттағанымда ғаламторға жариялапты. Қап. Не үшін? Құдайға не жазып ем? Папа.
Жетібаев шақыртты. Өз абыройымды өзім түсіргенімді айтты. Ерке, мен, Мұрат Айбасов, абыройымнан айырылдым. Сонша жылдан бері тырбанып келіп ем. Көздеген мақсатыма да жетіп қалып едім. Енді қап. Бәріне мен кінәлімін. Атақты адамға жала жаптым. Жалған құжат ұсындым. Мас күйімде баспасөз мәжілісіне қатыстым. Неге? Ештен етпес, бәрі дұрысталады. Жетібаев мені қуып жібергеніне әлі өкінетін болады. Бәрі алдымда құрдай жорғалайтын болады. Айбасып кек алмай қоймайды. Қарада тұрыңдар. Бәрін түрменің түбінде шіртетін болам. Батшыттарын шығарамын, көрсетемін. Білесің бе, Диана? Өмірде ештеңеден қорықпаушы ем. Ал қазір балам барын білген соң қорқайын дедім. Сабыр. Алаңдама. Ол сенімен кездесуге дайын. Жігіттер оған жастық шағымыз жайлы бәрін айтып берген көрінеді. Өмірімдегі ең қымбатты адамдарым мен қайта қауышу үшін. Құдай осы жол апатын маңдайыма әдейі жазған болу керек. Сабыр. Біздің заманымыз өтті кетті. Көп қателік жасаппыз. Баламыз туралы ғана әңгіме қозғайық. Біз келдік. Кіре ғой, Тимур. Отыр. Отыр. Сәлеметсіз бе? Сіздерді мен таныстырсам бола ма? Рұқсат бекен. Сабыр, мынау сенің балаң Тимур. Онымен біраз сөйлестім. Ол отанына алғаш келіп отыр екен. Дегенмен, рухым мықты. Дәстүрімізді де біледі екен. Иә, Тимур, ал мынау Сабыр Қадыржанов. Сенің әкең. Аңызға айналған боксшы. Нағыз ер жүрек азамат. Және жан досым. Сәлеметсің бе, Тимур? Мына тамаша адамдар тату отбасына ұқсайды. Ұзақ сөйлей алмаймын, шамам жоқ. Сондықтан бір ауыз сөзбен жеткізейін. Бір-ақ ауыз сөзбен. Тимур, мамаңды маған тұрмысқа шығуға көндірші. Бесінші бөлімнің соңы. Arman